Салем достар, сіздермен мен Еракизет, және де бүгін біз выживание ететін боламыз. Және де менің қасымда бір қыз әйтеуір. Сонымен бірге выживание ететін боламыз. Осындай аралдарға пайда болған жек көрем. Кім осындай аралдарға пайда болған жек көреді, сол комментарийға жаза кетсін. Ал біз видеомызды бастаймыз. Достар, және де біз жалғастырамыз. Ағаш шабу керек бізге. Тосын ағаш шабу керек. Ал önce қосыңыз. Ағаш жасаңсақ, осы жинайтта өлетін түріміз бар. Негізі мен Майнкрафттарды бұрында көптеп ойнағам. Және де өлем. Неше түрлі үй салу. Достар, осы ағашта жете қалады деп ойлаймын енді. Жететін шығар енді. Осы ағашта мен енді кирка түсіп ағаш шапсақ болды. Давай. Достар, сөйлемей ағылма келсеңіздер, сөйлемей отыр. Неткенге үйреніп кеткем, және де көп уақытта видео шықпай кетті, енді білем. Монтаждайтын нәрсем өшіп қалды енді. Монтажсыз видео қызықсыз болады. Алда осы видеоны әйтеуір монтаждайтынды скриншот еттім, енді видеолар шығып тұрады деген ойдам. Так, достар, осы таста жетіп қалар, енді төбеге шығып, балда ісіп, ағаш шауып, үй жасау керек, және де аман қалу үшін. Осындай аралдарда бір қойлар да болмайды, сиырлар да болмайды, жақында аштан өлеміз. Сондықтан да осындай дәндетті егіп, немізді көреміз енді күнімізді. Аралда пайда болған өкінішті, бірақ келесі видеомайналарда тосын аралда выживать етпеуге тырысам. Бұл аралда енді вообще YouTube каналымда аралмен выживать еткен вообще жоқ шығар енді. Өзім ұнатпаймын, бірақ енді осыған видео түсіруім керек болды, вообще жоқ болмас. Шақтама деп қалсам. Ол қойлар. Бұдан енді ет шықпайтын шығар. Сонда да барып кішкене песок жинап кейік. Яқтан секіріп өте алар ма екен, көрейінші. Сәтсіз кадр деп осыны айтты. Вообще суға түспедім ғой. Жаным жесін кеткен қаш енді. Қой қайда? Бауыздайым сені, қой.
койдор вообще төсекке де жетпейт, бир төсектин өзүнө жетпейт. Ал бизге 2 төсек жасоо керек уктап үчүн. Кап анактан верстагым капкапты. Энди барууга туура келет. Достор караңыздар, мен жана келе жатып осундай угулду кездештирдим. Бул өтө керек нерсе бизге. Достор, әйтеуір мына қызды бір шахтаға тастап кеттің ғой дейді. Шахтасын емес. Бұл аралда шахта болса жақсы болар еді. Кішкене металлға да қолдан шахта істейміз енді. Қой, бір төсекке болса да жетеді. Өзіме қылыш қатты керек болып жатқан сияқты. Опа. Достар, енді ағаш шалып үй жасасақ болды. Достар, енді даусым жай шығып қатса кешіріңіздер. Микрофон алу керек. Микрофон жоқ бізде қазір. Білмеймін енді микрофон жоқтарды қалай даусын нететін. Білмеймін, осы енді наушникпен даусым қатты шыға ма екен көру керек. Мына ағаш шабуды енді бастады. Мен қой өлтіріп анаяқа барып келсем. Қой, бізде бүгін сәттілік. Мен сенің бауыздаймын. Бұл өте ауыртады. Енді болған каменный қылыш қатты деген шығар. Байғыз қой. Мен қой өлтіргенімді енді біліп жатыр. Тым батып келе жатқан сияқты. Бұл жерден зомби көп бола ма екен? Аралда достар, бұл жерде енді зомби көп бола ма екен? Аралда енді зомби көп болмайтын шығар, білмеймін. Аралда выживать еткендеріңіз болса, онда выживать еткендеріңіз болса комментарийға жазып кетіңіздерші. Міндетті түрде комментарийлеріңізді оқимын. Мәселен, өзімізде қолда үй жасап алдық, қой жей алмай. Міне біздің үйіміз. Моя дом. Бүгінше енді ол сияқты тұра тұратын сияқтымыз. Берке қыз. Кетіп барады ғой. Кровать қояқ.
әзірше үй салып үлгермедік достар, бірақ екінші серияда осы серияда салып тастайтын шығармыз. Кішкене бір дәурек сарай салып зомбилармен соғысам ба десем, аралға пайда болды ғой. Төсек жасадым ба дейді. Қайдағы жасаған ше, бірақ төсек шыққан. Қойлар көп емес, сонша мұнша. Есікті біте салшы. Бітеші байғұс, зомбиларға таланасың ана түрімен. Таланып өлесің сен. Вообще сен нопсың ғой. Мысалы бізге тамақ өте қатты қажет, енді ертең ішіп алам. Жапса есікте скелет келіп жатыр десем. Так бітедім дейді. Бопты онда. Давай достар. Давай дегенде достар, енді видеомызды ұзаққа соза тұрып, ағаштарымызды жасап. Так. Бізге осындай да керек болады, және шифрны үнемдеу үшін. Және де видео ұнап жатса лайк басамыз, әрине. Каналға тіркелмегендер болса тіркеліп, подписаться деген қызыл кнопканы сұр кнопкаға айналдырып жіберейікші достар. Мынада керек болып қалар. Так достар, осы видеомыз енді каналдағы ең кішкене видеома білмеймін, көру керек болып жүр. Каналымызды бір тексеріп, сіздермен бірге келесі бөлімде немесе келесі бөлімде бұл жұманың екінші бөлімін түсіреміз, білмеймін достар. Әйтеуір төбесін шауып тастайық. Достар, күте тұрыңыздар. Енді достар, мен видеомызды аяқтайтын болам. Келесі бөлімі 500 лайктан кейін шығады. Енді бұл лайктың көп болғанына байланысты. Ал енді сау болыңыздар достар.